Украинада жүрген Кадыров әскері Чеченстанға қайтарылды. Ресей әскерінің Чеченстан Республикасының басшысы Рамзан Кадыровтың атымен аталатын полк Украинада болған кезінде жүздеген сарбазынан айырылып 13 наурызда Грозныйға қайтарылған. Бұл туралы Радио Свобода хабарлайды. Украинаның барлау қызметі Украинадағы Кадыров полкі жоғалғаны туралы айтып, Киев маңындағы Росгвардияның бөлімшелерінің командирлерін атап, олардың Ресей басқыншылығына қатысқаны туралы егжей-тегжейлі мәлімет берді. Украинаның барлау қызметі бойынша 13 наурызда кадыровшылар Киев қаласының аумағына Беларусь арқылы одан әрі ұшақпен Чеченстанға жіберілді. Осы ретте Рамзан Кадыров таяуда Украинаға тағы 1000 жауынгер жіберетінін мәлімдеді. Еске салсақ, желіде қашып кеткен әскерлердің видеосы пайда болды. Бұл Кадыров полкының Украина сарбаздарынан қашқан бірінші оқиғасы емес. Бейнероликте Чеченстан басшысы көрнекті әскери жеңісті ұнататын Кадыров полкі Украина жауынгерлерінің атқылауынан қалай тығылып жатқаны көрсетілген. Сонымен қатар Кадыров гвардиясының 141-ші мотоатқышы полкының басшысы Магомедов Тушаевтың көзі жойылды. Шайқас кезінде Украина қарулы күштері чечен әскерлеріне ауыр соққы жасаған.